Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаның суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Айта кететін жайт, менің каналымда 85% көрермендер тіркелмей көреді екен. Менің каналымның ары қарай дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, әрбір екінші адамда аяғынан шығатын жағымсыз иіске байланысты қиындықтар туындайды екен. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы аяғымыздан шығатын жағымсыз иістердің шығу себебі және олардан құтылу жолдары туралы айтылатын болады. Видеоның соңына дейін көріп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Жағымсыз иістің шығуының екі себебі бар. Ол сапасыз аяқ киім және жоғарғы температура. Екеуі де адамды терлетеді, ал тер неше түрлі бактериялардың көбеюіне жағдай жасайды. Ал бактериялар жағымсыз иіс шығарады. Аяқ саңырауқұлағы да аяқтан жағымсыз иіс шығарады. Табиғи өнімдерден жасалатын аяқ киімдерге қарағанда сапасыз аяқ киім аяқты қатты терлетеді. Сондықтан да ең алдымен аяқ киімнің сапасы мен аяқ гигиенасына назар аудару қажет. Жағымсыз иістен қалай арыламыз? Біріншіден, қолтық асты иісінен арылуға көмектесетін антиперспиранттарды қолдануға болады. Оны үйден шықпас бұрын аяғыңызға сүйіп, таза шұлық киіңіз, немесе аяққа арналған дезодорант сатып алуыңызға болады. Екіншіден, бактерияға қарсы сабын қолдану. Ол жағымсыз иісті шығаратын микробтармен күреседі. Оны күніне бір рет қолдануға болады. Үшінші, қара шайдан жасалған ванна. Шай жапырақшаларындағы иілік зат жағымсыз иісті шығарушылардың көзін жояды және тесіктерді тарылтады. Осылайша тер аз бөлінеді. Бір ас қасық қара шайды 1 литр суға салып, 10-15 минут қайнатыңыз. Үстіне тағы 2 литр су құйып, суыған соң аяғыңызды салып отырыңыз. Төртінші кеңес. Мұндайда сірке қышқылының да пайдасы мол. Оның әсерін күшейте түсу үшін дәріханада сатылатын түмен немесе самырсын майын қосуға болады. 1 стакан сірке қышқылына 3 литр судың үстіне құйыңыз. Артынша 3-4 тамшы эфир майын тамызыңыз. Сірке суының пайдасы мен қара шайдың пайдасы туралы менің каналымда толығырақ ақпарат бар. Сілтемесін видеоның астында қалдыратын боламын. Бесінші кеңес. Дәрігерлер лаванда майын ұйықтар алдында жағып жатуға кеңес береді. Алтыншы кеңес. Сеппе. 2 шай қасық майда тұзбен осы көлемдегі крахмалды араластырыңыз. Дайын болған сеппені аяғыңызға сүйіп, таза шұлық киіңіз. Аяғыңыз құрғақ болып тұрады. Құрметті менің каналымның көрермендері, жоғарыда айта кеткен кеңестердің көмегі тиеді деген үміттемін. Жағымсыз иістен арылудың бұдан өзге тәсілін білсеңіз, пікір ретінде комментарийге жаза кетіңіз.